Тарихи дерек келелігіңіз Асқар Татанайұлы жазған. Бөкі туралаңыз. Бөкі бала күннен зерек зерделі болып, моңғол тілін жақсы білген. Ол ер азамат болған шағында ер туған жеріне деп Қобдадан көшіп Алтайдың күмбетіне асып өзі шыққан молқы руының қалың ортасын мекендеген екен. 1893 жылдары Дихуа, жақша Үрімжі тұтас өлкенің орталығы емес еді. Үрімжіде Ду деп аталатын шекараны басқаратын әскери билеуші тұрады. Ол кезде Чонжы қаласы 9 жолдың торабы болады да, Баркөл, Құмыл, Тұрпан, Алтай, Тарбағатай, Іле, тіпті Қобда елінің сауда-саттық істейтін орталығына айналады. Уйғыр, Қанзу, Қазақ, Моңғол, тағы да басқа ұлттардың алым берім ісінде ұрыс керіс дау жаңжал шыға бергендіктен Дихуа дау жаңжалды шешіп зат бағасын тұрақтандыру, сауда-саттық жұмысын сәтті жүргізу үшін 4 ұлттан 4 адам шаңия белгілеуді ұйғарады. Алтай қазақтарынан бір адам қажет болғанда, билер моңғолша, ұйғырша жақсы білетін пысық жас жігіт Бөкі Жырғалаңұлын шығарады. Бөкі Чонжы қаласында 2 жыл шаңия болып, ханзушаны да жақсы үйреніп, алман салық дау жаңжал шешімін тілмәшсіз-ақ айта беретін болады. Сауда-саттық істер барған әр ұлт халқын әділеттікпен басқарып, шамасының жеткенше көмегін көрсетіп отырады. Сөйтіп Чонжы халқы алдында беделі жоғарылайды. Бұл тұста Алтай билеушілері мен Тарбағатай амбысының әділетсіз билігі ауыр алма салығы халықты тұралата бастайды. Сондай езу қанаудан безген ел Алтай жайырды тастап Чонжы, Морүй, Баркөл, Құмыл жаққа қарай ауа бастайды. Кейбіреулері ұруымен бірақ көшеді. Тарбағатай елінен Найман Сіргебай бастаған бір қыдыру ел Бөкіге келіп қосылады. 1860 жылдары Алтайдағы Барқы, Моқы бастаған 72 ауыл, 1880 жылдары 300 үй, Молқы, Қама бастаған 700 үй Қараққа сауып, Ерен Қабырға тауынан Құмыл аймағына дейін жаяды. Елдің ауа көшуінің алдын алуға сұқтанған Алтай билеушілері мен Тарбағатай амбысы Бөкенің үстінен Дихуа дуына шағым айтып арыз көтереді. Бөкенің иелігіндегі елімізді өзімізге қайтарып бер. Егер олар қайтарылмаса, салық төлейтін ел қалмауға айналды. Істің болашағы жақсы болмайды деп батыл талап қояды. Дихуа билеушілері Бөкені шақыртып алып, қазақтарды келген жеріне қайтар деп бұйырады. Сонда Бөкі: ол жұмысты мен білмеймін, халық өзі біледі. Мен шақырып алғамын жоқ, көшіп келген өздері. Мен бұйрық етіп қайтара алмаймын деп халықты қайтарғысы келмейтінін сыңай аңғартады. Дихуа билеушілері тіл алмаған Бөкені абақтылап қойып, елге көшесің деп бұйрық берсе де, Бөкі астыртын тіл алысып, көшпеуді насихаттайды. Елді зорлап көшіруге шығарған Дудың әскерлері мен ел арасындағы жаңжалдарда адам өліп, осындай жаңжалды басу үшін 4 айдан кейін Бөкі түрмеден босатылады. Бөкі ел ішіне барған соң бірнеше жолдас алып, шетке шығып кетуге әрекет жасайды. Өзінің еліне Бейжіңдегі патшаға барып арыз айтамын деп қояды. Билеушілер Бөкені іздегенде елі Бөкі Бейжіңдегі патшаға кетті деп жауап береді. Дихуа бұған нанып Бейжіңге хабарлап қойып жата береді. 400-500 кісілік жасақ құрып, тас түйін болған Бөкі 1887 жылы солтүстік Чинжаң топырағынан ауады. Ауған ел Лофынор көлінің басына айналып, Шақылық Шәршенге барады. Бөкі елінің ауып кеткенін естіген Дихуа артынан 500 шерік аттандырып, ауған елді қайтарып әкелуге бұйырады. Қуған шеріктер ауған елді Шақылық Шәршенді қуып жетеді. Күні бұрын дайындық көрген Бөкі шеріктерді таудың тар жеріне қамап соғысып жеңіске жетеді. Аман қалған 100-дей шерік Дихуаға жеткен соң Бөкенің барған жеріндегі Шың патшалығының әкімшілігінен көмек сұрап, арнаулы әскер жіберіп, Бөкені ұстауды, елін қайтарып беруді өтінеді. Бұл кезде Бөкі елі Чизаң жерінің шетіндегі айналасын терең көл қоршаған Арал құм деген жерге бекінген екен. Қуып барған әскер тіл айқастырып сөйлескенде ел қайта көшуге малымыз арық. Мынау қыста көшіп жете алмаймыз. Біз бағындық. Жас шыққан соң көшеміз деп жауап береді. Хан өлтірсе мені өлтірсін, елін қинамасын, мен өз күнәмді мойныма аламын деп Бөкі де алдынан өтеді. Онлай болса қару тапсырыңдар деген соң, бұлар соғыстан түскен шолақ мылтық пен шиті қатарлы нашар қаруларын тапсырады. Ханның әскери елге жүріп, халықтың қалың көрсін, үй тігіп күтіп аламыз деп қонаққа шақырады. Бөкенің бұл бейнесінен
босқын ел бағынышты болды деп алданған әскерлер түгелдей көлге ішкерлеп кіре бергенде алды-артынан оқ борайды. Нөсердей оқтан қашқан черіктер суға түсіп, ат көліктері батпаққа қалып, қатты қырылып, ерексіз шегінеді. Кейін халық осы көлді есек батқан деп атап кетеді. Жау бетін қайтарған соң Бөке сол көшкен бетімен жыла тартып, Чизаңның шетіне жетіп, тіл айқасып, жер сұрап қыстамақ болады. Чизаңдықтар жер көрсетіп көмек беріп бөлек отырғызады. Бөке сол жерде ауырып өледі. Ел қатты күйзеліп отырғанда сырттай осып келген Дутудың әскери күші Бөкенің елін қоршауға алып қырғындап бағындырады. Бөкенің қабырын ақтарып басын алып кетеді. Қырғыннан қалған кемпір шалды қайта айдап 1901 жылы Чинжаң өлкесінің Баркөл Чонжы төңірегіне жеткізеді. Ер азаматынан мал мүлкінен айырылып, азып тозып келген босқындарды руластар көшіріп алады. Ие шықпағандар жер сусыз панасыз қалып тозғындайды. Үкіметтің олармен жұмысы болмайды. Дихуа билеушілер Бөкенің басын насихат құралына айналдырып, үкіметке бағынбағаның осыны көресің дейді. Үрімжі қаласының халық көп жүретін көшесіне басты бірталай уақыт іліп қойғаннан кейін баласы Ербайды түрмеден шығарады. Ербай Бөкенің басын Шіңгілдегі ұлы атасы Қалдайдың зиратына қояды. Сөйтіп Бөкенің денесі Чизаң жерінде қалып, басы туып өскен топырағы Алтайға жерленеді. Бір адамның екі моласы феодализмдік өктемдікке қарсы күрестің қанды ескерткіші ретінде күні бүгінге дейін сақталып келеді. Алтай елі бұл жылдарды Бөке батыр ауған жыл деп қабырғасы қайса еске алады. Зуқа батыр 1911 жылы Чинхай төңкерісі жеңіске жеткеннен кейін еліміздің Чинжаң өлкесі Үрімжіні орталық етіп, 10 аймақ болып біріктірілді. Өлке тағдырын қолына алған Яң Зинчин сыртқы Монғолияның елімізді қобда аймағын иелеп кетуінен зер сала қоймады. Елдің екіге бөлуіне Алтайдың 4 би төресі ғана алаң еді. Осы орайда елді қырқыстырып, пайда таппақ болған Жудаuyың Алтай билерін араға салып, қобда елін өзіне қарауға насихаттайды. Бұл кезде қобда елінің биі Сүгірбай өліп, орнына немере інісі Қылаң отырған кез болатын. Қылаң қобдадағы ел басшыларымен мәслихаттаса келіп, жылы орнын суытпауға бекиді. Осыдан кейін бұл елге зорлық істегісі келген Жудаuyың Хабадағы мадарынды қобдаға жібереді. Ол шерушілердің ұру ара қақтығысын шешуге барған болып, 1920 жылы жазда Қылаңның басын алады. Бірақ Жудаuyың бұл шара арқылы жергілікті халықты бойсындыра алмай қайта шошындыра түседі. Халық келер тартпай әкімшілікке кектене бастайды. 1921 жылы Жудаuyың шекарадан басып кірген Ақ Орыс әскерлеріне төтеп бере алмай өзін-өзі өлтіреді. Жудаuyыңның өлуі Ақпандының айғұлақтануына орай тудырады. Олар халықтың сойыс малын, мініс атын қолы біліп алып, бала шағасын қырғында қатты шығындатады. Ел тұрмысы ойландалып, ашаршылық басталады. Бұған қатты кектеніп қарсы тұрған кісінің бірі Зуқа қажет. Зуқа Сәбит молланың баласы. Сәбит Алтай сауырға қатты инабатты кісі болған. Ол баласы Зуқаны көп оқытып тәрбиелейді. 1903 жылы қажыға жібереді. Қажылық сапардан келгеннен кейін өжет жау жүрек Зуқа дәулет күтіп, дін ұстап, салтанат түзеп отырмайды. Жігіт жиып топ құрап, пәлеқорлармен, жеменқорлармен алысып, Алтайдың 4 биімен төресінің әмір пәрменін орындамай, үкіметтің жарлықтарын атқармай, Бурылтоғай мен Көктоғай арасындағы далада жатып алады. 1921 жылы Ақ Орыс лаңынан ашаршылыққа ұшыраған кедей кепшіктер Зуқаны паналай бастайды. Зуқа бұларды қолтығына тартып, бәріне бірдей сүйеніш болады. Ел-елдегі жауынгер, жортуыл бас жігіттер Зуқаға арт-артынан қосылады. Зуқа бұларды дұрыс пайдаланып, қай жерде зәбірлі бай, жемеңгер би болса, солардың малын айдатып, алдырып, қарауылдағы елге қақ жарып беріп отырады. Күндер өте Зуқаның қол астына неше жүздеген ауыл жиналады да, шағым арыз молайып, ізіне Яң Зинчиннің армиясы түседі. Зуқа үкімет әскерімен сан рет шайқасып, Алтай мен Үрімжі арасының жолын әлденеше рет кесіп, кертартпай үкіметті қатты сескендіреді. Үкімет ыстық-суық тәсілдердің бәрін қолданып, алдап та, арбап та, қанды қырғын жүргізіп те ала алмайды. 1928 жылы Яң Зинчин өліп, орнына Чинчурын шыққаннан кейін Алтай аймағына Жудаuyың болып келеді. Ол Зуқаны алу үшін жаңаша шара іздеп, Қылаңның басын алған мадарынды шақыртып, оған құпия міндет тапсырып, бір дүнген саудагерді жөнсіз етіп Зуқаның еліне жібереді. Ол саудагер жыл жүріп, ақыры Зуқаның жолына қақпан құрып оралады. Бұл қақпан қаңғып қайыртылеп жүрген жерінен
Зуқа асырап алған дүнген баласы еді. Саудагер осы баланы алдап қолға түсіреді. Алтынға қызыққан жас жігіт Зуқаға опасыздық істейді. Зуқаның құпиялықтарын әшкерелеп, әлсіздіктерін көрсетіп, күзеулікке көшетін кезде Зуқаның батырлары алдын ала жер шолып, Зуқа жалғыз қалатын кезін айтып, сол кезде хабарласып тұруды тапсырады. Оның уағдасы бойынша күзде Зуқа ауылдары күзеуіне көшкенде малдарын 100-дей әскермен ұрланып келіп, Зуқаның үйін қоршап алып, үйіне кіреді. Ұйқыда жатқан Зуқа жәндермен қанжарын алып жағаласып, 2 адамды өлтіреді де атқан оқтан құлайды. Үйіндегі қонақтары және бір баласы өзімен бірге қаза табады. Зуқаның басын денесінен бөліп алып, қоржынға сала қашқан малдарын дізгін ұшымен Сарсүмбеге жетеді. Ертеңінде түсте оқиғадан хабар тапқан Зуқаның баласы Сұлтаншәріп қол бастап қуа шыққанда, Зуқаның інісі Төлегетай қажы тірі, жаңсаққа бар екен деп тоқтатып қалады. Мұндағы мақсаты оқиғаның артын тыныштықпен бітіру еді. Уйда үйін Сарсүмбенің Қыран өзеніне салынған үлкен көпірдің кіреберісіне Зуқаның басын іліп қойып, кім бағынышты болмаса осыны көреді деп үгіт таратады. Зуқаның артынан Іле-шала Базарқұл Көбіш батырдың немересі Жантайлақ Сіргебайұлының басын алдырып, халықты қатты шошындырады. Ұлттық езгі мен ауыр алман салықтан тозған ел арт-артынан ауа бастайды. 1930 жылдан 1933 жылға дейінгі аралықта сарай бастаған 700 түтіннің үстіндегі қазақ сыртқы Монғолияға кетеді. Әлі Күрдай, Қабдолла Тәйжі, Құсайын Тәйжі бастаған 1500 үй Құмыл Баркөлге қоныс аударады. Ол жерге барып қоныстаған елде түрлі түсті әскери күштер мен үкіметтің қысымына ұшырап, бейбіт өмір өткізе алмай, ақыры 1936 жылы Шыңсысай Баркөлде Әлі Күрдайдың басын алғаннан кейін ел сыққан Зәйіп Тәйжі, Құсайын Тәйжі, Қасым Батыр, Сұлтаншәріп бастаған 18 мың жан ата мекені Чинжаң топырағын тастап Чинхай Гәнсуге босқын болады. Гоминдаң мен Мафуфаң бандыларынан онан ары қырғын көрген ел ақыры ләшсіз шетелге ауып кетеді. Ардақты ақын Ақыт Өлімжіұлы. Ақыт Өлімжіұлы қазақ халқы жазба әдебиетінің аға буындар қатарында орын алады. Ақыт 1869 жылы Алтайдың Көктоғай ауданында момын малшы семьясында дүниеге келеді. Анасы зерделі ойлы адам болған екен, ат биеден алып анадан туады деген сөз тек айтылған емес. Ақыт бала кезінде ақ көрген бұлжытпай айтып, бір естіген екі сұрамайды. Көңіл түбі сергек, көркемдікке құмар, ізденгіш болатын. Балаға сыншы ата мен ана Ақытты ел ішіне бала оқытып жүрген Мырзабақан деген молдадан оқытады. Кейінгі кездерде молдасы оны араб, түрік кітаптарымен таныстырады. Сөйтіп зерек Ақыт Қазан Ыстанбұл баспасынан шыққан түрік тіліндегі кітаптарды, әсіресе әдеби кітаптарды құмартып оқып, өзі өлең жазуға қызыға бастайды. Ақыт 20 жасқа шыққанда Алтай мен Қобданың арасында пошта таситын поштальон болады. Осы тұста Қобда Алтай аралығындағы жүрген кейбір оқымысты адамдармен танысып, олардың кеңесін қабылдап, білімге ұмтыла түседі. Сол кездің өзінде ақ тұңғыш дастаны Жиһаншаны жазып Қазан баспасына жібереді. Бұл шығармасы 1891 жылы Қазан баспасында кітап болып басылып шығады. Тұңғыш үлкен шығармасы басылып халық ортасына тараған соң, оның даңқы ел ортасына кеңінен жайылады. Ол ел жұртқа ақындығымен таныла бастайды. 1902 жылы Ақыт Қиса Қабдыл Мүлік дастанын жазады. Бұл мезгіл Ақыттың 30 жасты еңсеріп қалған кезі еді. Ой өрісі кеңейіп қалған ол, жер көріп ел тану заман өресіне көтерілу армандайды. 1908 жылы Алтай Қобда жайыр жерлерінен қажыға бармақ болғандар Ақытқа үлкен әсер етеді. Оның аз да болса араб тілін түсіне білетіндігіне сергек ойлы іскер азаматтығына қызыққан қазышылар қаржың жетпесе көмектесеміз, қажыға жүр деп талап қойып, жора жолдастыққа ертіп барады. Бұл тұста Ақыт қажылық парыз боларлықтай бай емес екен. Ол жер көріп дүние тану ойымен аттанып кетеді. Ақыт осы сапарында жүрген жолы, көрген шаһары, танысқан халқы, ұғысқан адамы, үйренген білімі, оқыған көрген кітабы негізінде Қажы Баян атты қиса жазады. Қазышылар елге қайтқанда ол Меккеде жалғыз қалып Сауд Арабиясын аралап, араб ұлтының салтын, шаруашылығын зерттейді. Бұдан соң Мединеге барып, ондағы халықтың мәдени өмірін көреді. Шам жақша, қазіргі Дамашық, Құдыс, Иерусалим қалаларын аралап, араб мемлекетінің ерекшеліктерін парықтайды. Қоқан, Бұхара қалаларына барып, білімін өсіруге ұмтылады. Низами, Ganjavi, Әлишер, Наваи қатарлы әйгілі ақын жазушылардың шығармаларымен танысады.
1909 жылы ақыт, әдәбият, ақидия, керей ишәні мұхаммед мұхмин және қисса сәйфілмәлік қатарлы шығармаларын жазады. Ол кезде Чинжаңда баспа орны аты затымен жоқ еді. Сондықтан ақыттың қиямет ахуалы, қажы баян, жақсы қатын, жаман қатын, ынтымақсыз ел азар, Құлтайболат Тұңғышбай, Дәуіт ақын қатарлы құнды шығармалары қолдан қолға көшіріліп сақталады. Кеңінен тарап жүріп, жұрт көкірегінен орын алады. 1910 жылы Ақыт қажы сапары мен сапарын аяқтатып қайтып келген соң шәкіртідегі қыстаулық мекеніне мешіт медресе салғызып бала оқытады. Заман қырын бейнелейтін шығармалары жазуға ойысады. 66 жасым бар, барып қайттым Бейсентау, Шолақ қол қатын қатарлы шығармалары осы кезде жазылған. Бұл жаңа туындылары оның саяси көзқарасы, ой өрісі, ұлт тағдырымен қабыса түскенін аңғартады. Біз жатырмыз өзге ояу, несіне мәз боп жырғалық. Жайын жазсаң жау таяу, бекер қарап тұрмалық, білім үйрен тұрбанып деп бір жағынан халықты оятып оқу ғылымға үгіттесе, екінші жағынан заманға наразылығын айтады. Ауашада ағады көзден жасым деп күрсініп тынады. Қаупың неден болса ажалың содан деген. Ақыры Шыңғысай 1939 жылы Ақыт қажыны ұстап Үрімжі түрмесінде жабады. Ол 1940 жылы түрмеде қинаудан қайтыс болады. Шыңғысай оның барлық кітаптарын, қолжазбаларын, халықтан жинаған құнды тарихи материалдарын жойып жібереді. Бірақ халық өзінің сүйікті ұлын өлтірмеді. Мұның жазып қалдырған шығармаларын алтын кеудесіне сақтап, талай реткі тар жол тайғақ кешулерден өткізіп, бүгінгі күні ұрпақтарына тартып етіп отыр. Ақыт қажы өз сияқты қаламгерді дос санайтын. Сол тұрғыдан ол өзімен тұрғылас теңдес ақын Төлебай Бөжекұлын үйіне алдырып қонақ қып күткені, онымен ұзақ мәслихаттас болғаны және келелі кеңес қалдырғаны айтылады. Мұны да халқымыз ортасынан тауып игілікке жаратуымыз қажет.